Assalomu alaykum qadrli. Bugungi taqrib vопростардың біреуі, көп қойылатын вопростардың біреуі көз айланасында сүйелдер дейді. Көз айланасында сүйелдер неден пайда болады дейді. Көздің айланасында сүйел, көз айланасының бәрі бұл бүйректе отқан проблема көрсетеді. Көздің айланасынан бірдеңе шығып жатыр ма, значит бүйректе бір проблема отыр. Оң жақтан шығып жатыр ма, оң бүйректе проблема отыр. Сол жақтан шығып жатыр ма, сол бүйректе проблема отыр. Сүйелдер, әр сүйел сіздің бүйрегіңізде бір майда кесте бар екен білдіреді. Сол бүйректе кесте кетеді ме, көзіңіздің алдында сүйелдер өзі жоқ болып кетеді. Біреулердің көзінің айланасында майда томпақ бірдеңелер көбейіп кетеді. Көп адам сода. Сол томпақ шишкіш сияқты болып шығады. Сол бүйрегіңізде құмды жиналып тұрған бір жерде көрсетеді. Именно біреулердің түйісі қатты болып қалса, ол кезде уже тас бар екен білдіреді. Алла тағала сөйтіп қойған, ауру болсақ бетімізге тізады. Именно көздің айланасында болып жатқан бәрі бұл бүйректі көрсетеді. Көздің ішінде болып жатқан бұл бауырдың проблемасын көрсетеді. Екінші вопрос. Берді. Екінші вопрос. Денем қыши береді дейді. Өзін денем қыши береді дейді. Бұл адамдың өте жақсы танбай жатқан білдіріледі. Өзін бірден қышып кетеді дейді. Бұл адамдың өте жақсы танбай жатқан білдіріледі. Берді ең жақсы вариант магнезия порошок бар ғой. Соны іше бастайсыз. 5 күн подряд магнезия порошок ішесіз. 200 грамм суға бір пачкасын 25 миллиграмм сап ішіп, 5 күн подряд ішсеңіз бауырыңыз тазаланады, өттер жүре бастайды. Сосын 5 литрлік суға бір пачкасын салып қойып, күнде 1 литр ішіп тұрасыз. Сол жаңа судың. Оны ішіп бітіресіз бе, қайтадан дайындап қойыңыз. Сөйтіп қайта ішіп, ол проблеманы шешуге болады иншалла. Өтті жүргізіп жүру керек. Өт қойылып кеткен, жүруге қиналып жатыр. Соның үшін үстіңіз қышып жатыр. Алла дерттеріңізге шипа берсін, ауырмаңыздар. Ассаламу алейкум.